10 жыл бойы келіншегім көтерген жоқ. Неше рет экос алдырдық, неше рет емделдік, ешқайсынан пайда шыққан жоқ. Күндердің күнінде мынау Казгу университетінің проректоры Талғат деген кісі екен. Сол кісі маған айтады, перзентің қанша деп. Мен айттым, менде әлі перзент жоқ. Үйленгенге жақын болма, жоқ, 10 жыл болып қалды. Балам деді, үйде келін көтермей жүрді деді. Сөйтіп келін екеуі умраға барды. Умраға барды да сол жерде дұға қылып, я Раббым Алла, егер ұл перзент беретін болсаң, атын Мұхаммед қоямын деп дұға жасап келді деді. Сендер де осыны істеп көрмейсіңдер ме деді. Есте салсын, келіншегімді алып, сояққа тартып кеттім. Соң келдім. Өзіміздің жаңа общаган балдардың арасында ортақ чатымыз бар. Жатақхананың үлкенін жазыпты. Бір кісі Ашура оразасына ауызашар берейін деп жатыр. Бірақ ақша жетпейді ауызашарға. Не істейміз дейді. Соң хабарластым, қанша ақша жетпей жатыр десем, $300 дейді. Жоқ, ол кезде қиналып жүрміз, емделуіміз, басқа қыламыз. Сонымен $300 бердім да, менің бергенімді ешкім білмесінші, дедім. Сөйтіп үйге келіп дұға жасадым, я Раббым Алла. Осынша қиыншылықтарды көріп жатырмыз, я Раббым Алла. Сынағыңды жеңіл қылшы деп дұға жасадым. Ертесіне оянсам бір сеніммен тұрмын да, оянамын. Сеніммен оянамын. Келіншегім уже жүкті болған сияқты оянамын да. Соң келіншегіме айттым, кеттік больницаға. Сол жерде Ашура күні жаңа ауызашар берген болсам, Ашурадан бір күннен кейін, яғни 11-ші Мұхаррам айының 11-іне маған хабар келді жаңағы несінде көтерді. Бірінші рет естідім жаңағы.